Егер сіз екі адамды бір уақытта жақсы көрсеңіз, екіншісін таңдаңыз. Біріншісін сүйсең, екіншісіне ғашық болмас едің. Мен кез келген адам бола аламын. Күлкілі, қайғылы, жынды. Сіз назарды ол мінездеріме емес, маған аударуыңыз керек. Өмір сұлулыққа толы. Оған назар аударыңыз. Жаңбырды иіскеп, желді сезін. Өміріңізді толық өткізіңіз және армандарыңыз үшін күресіңіз. Адамдардың бір-біріне неге ұзақ уақыт ашуланатынын әлі түсінбеймін. Өмір кешірілмес қысқа. Кеш болмай тұрып, жазуға, қоңырау шалуға, кездесуге батыл болыңыз. Бір нәрсені табудың ең жақсы жолы іздеуді тоқтату. Ал бір нәрсені күтудің ең жақсы жолы күтуді тоқтату. Өмір сүруді білетіндер қаншама, бірақ бақытты өмір сүретін адамдар аз. Өміріңізде бір нәрсені өзгертуден ешқашан қорықпаңыз. Кейде бұл пайдалы, кейде бұл қажет, ал кейде бұл өте жақсы. Кешіруді үйреніңіз. Әркімге қатаң баға бермеңіз. Жаныңыздың нұрын асығыс сөндірмеңіз. Жауап ретінде ауыр сөздер айтуға тырыспаңыз. Жеңімпаздар жоқ, бірақ жоғалтулар көп. Қолда бардың қадірін білмейінше, сіз ешқашан бақытты бола алмайсыз. Біздің өмірімізде пайда болған әрбір адам ұстаз. Біреу бізді күштірек, біреу данышпан, біреу кешіруді үйретеді. Біреу бақытты болуды және күнде ләззат алуды үйретеді. Біреу бізді мүлде үйретпейді. Олар бізді жай ғана сындырады, бірақ біз осыдан да тәжірибе аламыз. Бір сәтке көрінсе де әрбір адамды бағалаңыз. Өйткені, егер ол пайда болса, бұл кездейсоқ емес. Мен махаббатымды миллиондаған хабарламамен білдіре алмаймын. Себебі ол шексіз. Сені ренжіткендерге кек сақтама, арақашықтықты сақта. Ер адам неғұрлым ақымақ және жолы болмайтын болса, соғұрлым оның әйелге деген шағымы көбейеді.